Газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Ахмет Байтұрсынұлы. Журналистика қоғамды өз танымы тұрғысында бейнелейтін тарихтың түрі суреті деп айтуға болады. Қазақтың тұңғыш қоғамдық саяси айқап журналы қазақ журналистика тарихының жаңа парағын ашты. Ол Троицкіде 1911 жылдан 1915 жылға дейін жарық көрді. Облыс баспасөзінің қара шаңырағы саналатын Оңтүстік Қазақстан қоғамдық саяси газетіне биыл 100 жыл. Бір ғасыр бойы өңірдің шежіресін тасқа қашап басып келе жатқан ұжымның оқырманға бергеннен берері көп болғай. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Қазақ радиосының дикторы Сауық Жақанова. Қазақ радиосының тарихы 1931 жылға 4 мамырда Алматыдан берілген Еңбекші қазақ және Советская степ радио газетінен басталды. 1958 жылдың 8 наурызынан бастап Мем телерадио орталық телевидениенің бірінші программасын таратуды бастады. Оның ішінде қазақ программалары үшін өңірлік терезе қалдырылды. Қазақстанда көгілдір экранның сәуле шашқанына да жарты ғасырдан асты. Осы жылдарда да ол техникалық жаңғыру, шығармашылық күштердің өсіп, толысу жағынан сан белесті басынан кешті. Ең алғашқы салмағы 100 келіден тұратын ауыр камералардан, тұтас залдарға әрең сиятын телеаппараттардан бүгінгі шағын, қолайлы, сапалы, сан қилы мүмкіндігі бар сандық телевизияға дейін өзгеруі, өсу дәуірін кешкен қазақ телевизиясы шығармашылық жолын талай белестерден өтіп, бірнеше ұрпақ үлес қосқан іргелі де ірі, жан-жақты толысқан, халқымыздың ақпараттық рухани қажетін өтеп отыратын қуатты күшке айналды. Бүгінде облысымыздың жаһанданған жаңалықтарын республикаға таратып жүрген бақ өкілдерінің еңбектері ерен. 2021 жылдың 21 наурызы түркі елінің рухани астанасында елімізге Түркістанның тыныс тіршілігін кеңінен дәріптеуге Түркістан телеарнасы шымылдық түрді. Бүгінде ел игілігі үшін аптасына 7 күн, тәулігіне 24 сағат республикалық таралымда үздіксіз қызмет көрсетуде. Қаламдарын ұштап, жаңалықтардың жаршысы болып жүрген бақ өкілдерін меншікті мерекелерімен құттықтаймыз.